Қайырлы күн достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үйрек етін духовкада дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, тура осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Барлық керекті заттарымызды дайындап аламыз. 2 ас қасық таза балымызға 50 грамм соевый соус және де жарты лимонның соғын сығып қосатын боламыз. 5-6 тісше сарымсағымызды үккіштен өткізіп немесе қолдан турап маринадымызға қосамыз. Бізге паприка, қара бұрыш және тұз қажет болады. Осы құрамдардың барлығын қосып, маринадымызды біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Және де менде бұл қойылдың үйрегі емес, жабайы үйрек, бірақ бұны жеуге болады, қорықпаңыздар. Дайындап алған маринадымызды үйрегімізге барлық жеріне тигізіп жағып шығатын боламыз. Төсінің екі шетінен осындай қылып кесіп қойдым, себебі барлық маринады жақсы сіңуі үшін. Арт жағынан да барлық жағынан қолымыздың көмегімен жақсылап тигізіп жағып шығамыз. Және де арт жағында осындай 5 болады, соны міндетті түрде алып тастау керек. Алып тастаңыздар. Және де ішіне осындай алмаларды кесіп дайындап алдым. 3-4 алма кетеді. Нығыздап салып, тауық пісіретін қалташаға салып аламыз. Ішіндегі қалған соустарында құйып жіберетін боламыз. Қалған алмалардың бөлшектерін және де жарты апельсинді осылай бөліктерге бөліп, сырт жақтарына да қосып жіберетін боламыз. Қалташамыздың аузын жақсылап бекітіп, 3-4 сағатқа холодильникке маринады сіңу үшін қалдыратын боламыз. 3-4 сағаттан кейін холодильниктен үйрегімізді алып, қалташамызды әр жерінен осындай зубочистканың көмегімен тесіп шығатын боламыз. 180 градус қысып тұрған пеште 1,5-2 сағат аралығында пісіріп алатын боламыз. Ол сіздің пешіңізге де байланысты. Осылай қарап тұрыңыздар, күйіп кетпесін. Дайын болған үйрегімізді алып, табаққа салып алатын боламыз. Осындай бүтін күйінде де ұсынсаңыз болады, әдемілеп әрлеп. Немесе мен сияқты турап ұсынсаңыздар болады. Қаласаңыздар бірге картошка, сәбіз сияқты көкөністерді қосып жіберіп пісірсеңіздер де болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеом ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздермен болған Ақбота ас болсын.